Сәлеметсіз бе, құрметті мұғалім, бүгін сіздерге мен Tinkercad бағдарламасын таныстырып өтетін боламын. Яғни бұл жерде сіздер қарасаңыздар, мен аккаунтқа кіріп қойдым, және де бұл бағдарлама бізде қандай мүмкіндіктерге ие. Яғни бізде информатика сабағына және физика сабағына қолдансаңыздар болады. Жалпы модельдеу барысында қолдансаңыздар да өте жақсы. Яғни бұл жерде үшті модель жасай аламыз, ары қарай схемалармен жұмыс жасай аламыз, және де код құрастыра алады екенбіз. Бүгін біз мына үшті моделін қарастыратын болсақ, яғни сіздерге үшті модель жасауға мүмкіндік береді. Енді басты бұл жерде мұғалімдерге мүмкіндігі, яғни класстармен жұмыс жасай аласыздар. Мектептегі оқушылармен жұмыс жасау үшін таптырмас құралдардың бірі болып саналады. Енді бұл жерде модельдермен жұмыс, яғни оқушылар осындай модельдерді алып, оны басқа да өзгерістерге ұшырап деформация жасай алады. Және де осы модельдер бойынша өздеріне қажетті элементтерді жасай алады екен. Енді Tinkercadта бізде модель жасаудан бөлек схема жасау құрылғылар да бар. Яғни мына жерде алып қарайтын болсаңыздар, бізде схемотехника, яғни физика сабағында болмаса Arduino үшін өте керек құралдың бірі болып саналады. Енді қарайтын болсақ, мына жерде транзистор арқылы жұмыс жасай аламыз. Мына жерге міне осындай тоқтарды жалғап, осындай жұмыс жасай аламыз. Мына жерде модельді қояйын. Одан кейін бізде DC мотор, серво мотор, осындай жұмыс жасайтын модельдеріміз бар. Енді бізде үшінші құрал бізде CodeBlocks. CodeBlocks'та бізде ең қызығы бұл жерде осындай схемалар арқылы және де өздері өзгерте алады екен. Мына жерде модель көрініп тұрады, яғни үш жақтан көре алады. Үстінен, алдынан, артынан. Және осы жерде бізде операциялық жүзеге асады екен. Жалпы Tinkercadта бізде класс жасауға болады. Яғни мысалға менде класстар бар. Қазір 6-шы сыныпты қарайтын болсаңыздар, сіздер осы жерге өздеріңіздің оқушыларыңызды енгізіп шығасыздар. Және де Activity бөліміне әр өткен тақырыптарыңыздың тақырыптарын және даталарын жазып қойсаңыздар болады. Ары қарай сізде дизайндар осылай сақталып отырады. Менде 6-шы сынып оқушыларының жасаған модельдері осы жерге түсіп отырады. Яғни осы жерге оқушылар өздерінің аккаунтымен тіркелуі керек. Және де жасаған тапсырмасын, жасаған моделін сізге өзіңіздің тақырыбыңызға бекітуі керек. Сонда сізге көрініп отырады. Яғни менде студенттер осындай оқушылар бар, және де бағалап отырсаңыз да болады. Және марапат жасасаңыз да болады. Студентті сіз аты жөнін жазасыз, содан кейін никнейм бересіз. Яғни оқушы соған өзінің почтасымен тіркелгеннен кейін осындай никнеймді жазады, және класс таңдайды, болып кіреді. Яғни сіздер бұл жерде мына кодты бастысы, осы кодты оқушыларыңызға айту керексіздер. Жалпы Tinkercadтың мүмкіндіктері көп. Жалпы алдағы уақытта сіздерге ары қарай таныстырып өтетін боламын. Осы арнаға тіркеліп алыңыздар.